Қыз алып қашу дәстүрі өңіріміздің оңтүстігінде әлі де қолданыстағы үрдіс. Алайда Шымкентте Жәнібек есімді қала тұрғынын әйел азаматша алып қашып мәжбүрлеп үйлендірген. Тілшіміз Тойбасынан. Өз еркіммен келген жоқпын мен. Кетем десем, атасы жатып алған табалдырыққа. Ал менің жүріп жүрген қызым бар. Осы жаққа қонсаң қала бер деп отырып қалған. Япшамайды, мен балдызым жынды ғой. Ешкім үйленбеп еді. Өзі барып алып қашып келіп тұр ғой күйеу баланы. Равноправие деп қақсап жатады еді ана бір қатындар. Мәл, равноправияны көкесі тастаған. Өзім осы үйге келін болып түскен кезде, осы үйдің жағы қызын алған кезде, қызын алған замандарда патриархат тұғым. Кейіннен білмеймін ғой қалай матриархат болып кеткенін. Еп твою, матриархат. Не қыл дейміз енді жағы? Кешірімге барайын деп тұрмын, кеміс адам құсап. Жігіттің шешесіне қалай түсінемін деп отырым. Как раз осындай ұлды алып қашып кететін кино шықты ғой, қазір бүкіл кинотеатрларда болып жатыр дейді. Қолыңнан келсе алып қаш деген. Сол киноға апарам, мощный комедия көріп алып, настроениеме шығады. Сол жерде киноны өмірге айналып кететінін айтып берем ғой енді. Кешірім берсе берді, бермесе ұлыңыз екі қабат уыз деймін де, не деймін басқа енді. Гапон, не қылдыңдардан? Босай доқ жинап алайық та. Давай, шаруалар болып жатырмын. Полина Поворотова, Наргиза Наоборотова, ПТК арнасы.